Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте керемет үй жағдайындағы қытырлақ, шықырлаған, ауызда еритін, өте дәмді, оңай жолмен дайындалатын пәтірдің рецептімен бөлісемін. Сондықтан видеомнан алыстамай соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші біздер қамырымызды илеп алатын боламыз. Әуелі ыдысымызға тұзымызды салып, мен бүкіл төмендегі описаниеге жазып қалдырамын, сондықтан сол жерден көре аласыздар. Тұзымызды салып, оның үстіне жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып, тұзымыз ерігенше оның үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қамыр етіп илеп аламыз. Міне осындай өте қатты емес, өте жұмсақ емес қамыр болуы керек. Енді біздер бұл қамырымызды демалдыруға салып, салфан мешокқа салып, жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Жарты сағат демалған қамырымыз біздерге өте ыңғайлы, жаюға да. Енді осы қолымыздың көмегімен жақсылап бірінші қамырымызды үстіне ұнымызды сеуіп, жақсылап жұқартып аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде подписаться батырмасын басып, тіркеліп қойыңыздар. Қолымыздың көмегімен жұқартып алғаннан кейін, сонан соң барып оқтауымыздың көмегімен жұқартып бастаймыз. Міндетті түрде қамырымызды өте жұқа етіп жайыңыздар. Жайылған қамырымыз өте жұқа болса, оның үстіне май жаққаннан кейін майымыз әрі сіңіп, сол кезде қамырларыңыз шықырлақ болуына себепші болады. Міне енді осылай қамырымызды оқтауымыздың көмегімен жұқартып аламыз. Ал қамырымызды жұқалап жайып алдық. Енді үстіне алдын ала сармайымызды ертіп алдық, және де оның үстіне мен міндетті түрде сұйық майды қосамын. Сол кезде қамырларыңыз қатып қалмайтын болады. Енді жайып алған қамырымыздың үстіне осылай щетканың көмегімен немесе қолымыздың көмегімен де тегістеп бүкіл жеріне майымызды жағып шығатын боламыз. Міндетті түрде майымызды осы қамырымыздың бүкіл жеріне тигізіп жағып шығыңыздар. Енді қамырымыздың бір шетін дәл осылай экранда көрсетілгендей етіп қайырамыз, сонан соң барып оқтауымызды қамырымыздың ішіне орап шығамыз. Бұл да бір өте ыңғайлы лайфхак десем де болады. Керемет әрі оңай, дәл осылай істесеңіздер де сіздердің пәтірлеріңіз кәдімгідей шықырлап әдемі болып шығады. Міне осылай оқтауымызға орап алдық, және де енді қазір пышағымызбен ортасынан бір кесіп жібереміз. Достар, менің арнама тіркеліп үлгермеген болсаңыздар, подписаться батырмасын басып, қоңырауша батырмасын басып қойып, алда уақытта менен керемет рецепттер күтіңіздер. Қамырымызды дәл осылай кесіп аламыз, және де екі шетін тартып тұрып, қамырымызды орап шығатын боламыз. Дәл осылай жасасаңыздар, міндетті түрде әдемі пәтірлеріңіз шықырлақ болып шығады. Қамырымызды орап болғаннан кейін міндетті түрде салфан мешокқа салып, тағы да бір сағат, жарты сағат холодильнигімізге салып тұрамыз. Сол кезде демалып, қамырыңыз одан да әдемі дәмді болып шығатын болады, жаңағыдай шықырлақ болып. Міне қамырымыз демалды. Менде екі зуала шықты, екеуін осы екі пәтір, яғни осы екеуіне майды жағып холодильникке сала тұрдым. Енді пешімізді міндетті түрде алдын ала қыздырып қойыңыздар. Жаңағы жұқартқан пәтірімізді пісіріп алатын боламыз. Үйлеріңізде шұқығыш немесе вилканың көмегімен де осылай жұқартқан пәтіріміздің үстін міндетті түрде жақсылап шұқып, қызып тұрған пешімізде 180-200 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Енді үйде шұқығыш болмағандықтан осылай вилканың көмегімен де тез етіп осылай бүкіл жерін шұқып шығамыз. Бұл жерде міндетті емес, мен сонда да үйге қонақ келетін болғаннан кейін пәтірім әдемі болып шығу үшін үстіне жұмыртқамыздың сарысын осылай бүкіл жеріне жағып аламын. Пәтіріміздің осылай әдемі болып шығуы, шықырлақ болып шығуы, дәл осы рецепт бойынша жасаңыздар, міндетті түрде осылай болып шығатын болады. Міне жұмыртқамыздың үстіне бүкіл жеріне тигізіп жағып шығамыз. Мен жұмыртқамыздың сарысы және де аздап сүт қосып жібердім. Сол кезде әдемі болып шығатын болады. Ал біздердің пәтіріміз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет шықырлақ болып шықты. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша пісірсеңіздер, сіздерге де осылай болып шығады. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.